Психология реттеу бойынша бізде неше түрлі программалар бар. Қазірдің өзінде Астана қаласында басқа да компаниялар бар. Зерттеу ретінде солдаттардың психология жағынан әсіресе көбінесе көңіл бұрамыз біз сарбаздарға. Солардың мынау адаптация дейді ғой, әскери келген кезде мынау тезірек адаптациясы өтсін деп сондай технология ретінде қолданамыз. Және де өздеріңіз көріп жатсыздар, мынау әскери борышын өтіп жатқан кезде мынау дрондармен үйретіп жатырмыз. Және де мына программа срочник 2-0 бар. Мынау оқуын әскери борышын атқарып өткеннен кейін және де мынау біздің оқуларға түсуге болады. Сол жеңілдіктерді айттың, жаңа идеология жағынан сол көбіне психологиялық тест па енді? Жоқ, идеология ретінде енді біз өзіміздің сарбаздармен бірнеше сабақтар жүргіземіз идеология ретінде. Ол біріншіден өзіміздің мемлекетіміз бойынша, біздің президентіміз бойынша, мынау президентіміз қойған мақсаты бойынша, мынау елімізге, халқымызға, мынау мемлекетімізге қандай осы мемлекеттің мынау өсіп келетқан мына үлкен міндеттерін қандай тапсырып жатыр, қойып жатыр біздің рухын ояту ғой. Рухын ояту, талаптарын бойынша сол сабақтарын өткізіп, өздеріңізде көріп жатсыздар, біздің әр сарбаздарымыз осы патриоттық сезімін ары қаратай үлкен деңгейге көтеріп, сондай сабақтар жүргіземіз. Одан қайта бізде сарбаздарда актив деген бар. Әр взводтарда, роталарда, батальондарда мынандай ең айтады ғой, енді сарбаздарымыз кішкене мықты сарбаздарымыз, ауызбіршілік жақсы ұйымдастыратын сарбаздар, ол бізге көмекші болады. Олар да біз олармен кәдімгідей офицер сержанттар сияқты тапсырма береміз, бірге отырып анализ өткіземіз, сұхбат жүргізіп, қалай сарбаздарға көңіл бұру керек екен. Қандай кейбір сарбаздар болады, өздерінің көңілдері түсіп, кейбір болады үйде өздерінің сарбаздардың арасында бір кемшіліктер, түсінбеушіліктер болады ғой. Соны сарбаздар бізге кеп айтады. Кейбіреулері ұялады. Бір жері даже денсаулық ретінде ауырып нетіп тұрса, ұялады офицер сержанттарға айтуға. Мен бәрібір мужской коллектив қой. Ол кезде сол көмекшілеріміз бізге кеп түсіндіріп осы жағынан айтады. Бірақ ашықтық бар, демек ашықтық бар. сарбаздармен. Ашықтық бар. Психологиялық